Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде дүниетану пәні сабағымыздың тақырыбы менің өлкемнің ауыл шаруашылығы, ал мақсаты өз өңіріндегі және Қазақстанның басқа да өңірлеріндегі адамдардың шаруашылық қызметтерін табиғи жағдайларға, яғни рельеф, климат, өсімдік және жануарлар әлемі, су нысандары байланыстырып талдау. Келесі біз сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену. Әр оқушы өз құқығын білу, оны өмірде пайдалану. Жарайсыңдар оқушылар. Әдеттегідей жұмыс ережесімен келісіп алайық. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты, дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Біз өткен тақырыпты қайталау үшін бірге ойлаймыз әдісін қолданамыз. Яғни, мұндағы берілген тірек сөздерді оқып, оны екі топқа бөліп жазуымыз керек. Яғни, берілген тірек сөздер су тасқыны, құрғақшылық, бұршақ, нөсер, жаңбыр, жанартау және құйын. Ал біз мына топтарға бөліп жазамыз. Яғни, бірінші топ қауіпті табиғи құбылыстар, екінші топ қолайсыз ауа райы. Орындап болсақ, жауабымызды тексеріп көрейік. Қауіпті табиғи құбылыстарға су тасқыны, жанартау, құйын жатады екен, ал қолайсыз ауа райына нөсер, бұршақ, жаңбыр және құрғақшылық жатады. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Адам не себепті тамақсыз өмір сүре алмайды? Себебін түсіндір дейді. Тамаша. Келесі біздің дастарханымызға нан және басқа да тағамдар қайдан келеді? Және оны қайдан алады екенбіз? Тамаша. Енді бейнероликке назар аударайық. Саламатсыздар ма балалар? Экономикалық қызметтің субъектісі туралы білетін боламыз. Балалар, мына суреттерге қарай отырып, біз өнеркәсіпті және ауыл шаруашылығына байланысты әртүрлі шаруашылықтарды топтап бөле аламыз. Біздің Қазақстанның басым бөлігі мал шаруашылығы салаларымен айналысады. Оңтүстік жақтарда егін шаруашылығы және фабрикалар, өндіріс орындары жақсы дамыған. Ал Қазақстанның солтүстік өңірінде егін шаруашылығы, мал шаруашылығы жақсы дамыған. Батысында Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстары мұнай өңдейтін зауыттармен еліміздің экономикасын көтеріп отыр. 14-ші беттегі Қазақстанның пайдалы қазбаларының картасы деген суретті. Тамаша оқушылар, бұл бейнероликтен не түсіндік? Дұрыс айтасыңдар. Яғни, бүгін біз ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығының әртүрлі салалармен танысатын боламыз. Балалар, кітаптағы мына мәтінге назар аударайық. Яғни, осыдан 10 шақты жыл бұрын ауыл тұрғындары ұжымшарлар мен кеңшарларда еңбек еткен болатын. Ондай ұжымдық шаруашылықтарда адамдар көкөністер өсіріп, мал шаруашылығымен айналысқан екен. Астықтың бір бөлігі мемлекетке өткізілетін. Ал қазір ауылда жеке қожалықтар, яғни фермалар пайда болды. Ал ферманың қожайыны фермер деп аталады екен. Оның қарамағында жер телімі, оның техникасы, малдары болатын. Қандай мал шаруашылығымен немесе дақыл өсірумен немесе басқа да бір ауыл шаруашылығы саласымен айналысатын фермердің өзі шешеді екен.
және ол жиналған өнімнің көп бөлігін сатады және қалған бөлігін өзіне қалдырады. Балалар, мына суретке назар аударайық. Яғни бұл суреттерде ұжымшардағы еңбектің, фермерлік шаруашылықтың суреттерін көріп тұрмыз. Келесі жұмыс жұптық жұмыс атқарамыз. Яғни жұбымызбен мына сұрақтарды талқылап көрейік. Яғни берілген сұрақтар: фермер қандай шаруашылықпен айналысады? Фермер болу үшін оның бойында қандай қабілеттер болуы керек? Шаруашылықты жүргізу үшін фермер қандай техникаларды пайдаланады? Осы сұрақтарға жауап беріп болған соң, мына мысалға назар аударайық. Мысалы, сен көкөніс өсіретін фермерсің. Картоп, қант қызылшасы, сәбізден мол өнім аласың. Және оны сақтау үшін сен не істейсің? Қалай ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, оқушылар. Өте жақсы жауап бердіңдер. Келесі мына сызбаға назар аударайық. Бұл сызбаға қарап, ауыл шаруашылығы қандай салаларға бөлінетінін айтып көрейік. Және әр саланың мамандары немен айналысатынын анықтайық. Бұл суретте, яғни ауыл шаруашылығының екі салаға бөлінетінін көреміз. Яғни өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы. Өсімдік шаруашылығының көптеген салалары бар екен. Мысалы, бірінші суреттегі қарап, бидайды алып көрейік. Бидай ол өсімдік шаруашылығының ең негізгі бөлігі болып табылады. Және де дүние жүзінде 70-тен астам аймақта бидай өсіріледі екен. Сонымен қатар өсімдік шаруашылығының көптеген салалары бар. Ал мал шаруашылығына келетін болсақ, мал шаруашылығының бізге беретін пайдасы өте зор. Мысалы, азық-түлік ретінде сүт, ет, май өнімдерін ала аламыз. Сонымен қатар шикізат ретінде терісін, жүнін пайдалануға болады. Сонымен қатар көлік ретінде, яғни ат, түйе, өгізді біз күш көлік ретінде пайдалана аламыз. Ал келесі кестеге қарайтын болсақ, біз салаларын көретін боламыз. Яғни өсімдік шаруашылығының дәнді дақыл саласында бидай, қара бидай, арпа, тары, сұлы жатады екен. Келесі техникалық дақыл. Оған мақта, күнбағыс, қант қызылшасын жатқызамыз. Келесі саласы көкөніс. Оған біз картоп, сәбіз, қызылша, пияз, орам жапырақты жатқызуға болады. Келесі бау-бақша саласына алма, алмұрт, шие, өрік, жүзім және тағы басқаларын жатқызамыз. Ал мал шаруашылығының салаларына ірі қара, жылқы, түйе, құс, ара, балық шаруашылықтарын жатқызады екенбіз. Жарайсыңдар, оқушылар. Келесі біз сергіту сәтін жасайтын боламыз. Ол үшін сендер менің артымнан қайталайсыңдар. Еркін ұста денеңді, тарсылдатпай еденді. Орнымыздан тұрып ап, жүгірейік бір уақ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аяқты алға созайық, тік көтеріп қозғайық. Тым сылбырда болмайық, алға қарай озбайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жарайсыңдар, оқушылар. Келесі мына сұрақтар бойынша постер құрастыруларын қажет. Яғни берілген екі сұрақ. Өлкелерінде қандай мәдени дақылдар өсіріледі? Келесі, төрт түліктің қандай түрлері бар? Осы сұрақтар бойынша постер құрастырып көрейік. Тамаша, жарайсыңдар, оқушылар. Келесі, сен тұратын жерде ауыл шаруашылықтың қай саласы жақсы дамыған және неліктен? Яғни біз солтүстік аймақты алатын болсақ, бізде егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы жақсы дамыған. Яғни ең бастысы бізде бидай,
арпа, тары, сұлы жақсы дамыған екен. Неліктен деп ойлайсыңдар? Яғни, біздің солтүстік аймақта құнарлы топырақтың әсері жақсы. Келесі, ауыл шаруашылығында мол өнім алуға климат жағдайы әсер ете ала ма? Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Енді сабағымызды қорытындылау үшін аяқталмаған ой әдісін қолданатын боламыз. Яғни мына гүл күлтешелеріне қарайтын болсақ, мұнда көп нүктенің орнына сөйлемдерді толықтырамыз. Мысалы, бірінші күлтешеде мен білдім. Сендер бүгінгі сабақта нені білдіңдер? Келесі, маған қызықты болды. Маған қиындық тудырды. Және мен түсінбедім. Бүгінгі сабақта нені түсінбедіңдер? Не қызықты болды, соның барлығына жауап беретін боласыңдар. Жарайсыңдар оқушылар. Рахмет, сау болыңыздар.